Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Республика күні ұлттық мерекесіне орай бірқатар аудандағы мемлекеттік қызметшілер аймақ басшысы мен мәслихат төрағасының алғыс хаттарымен марапатталды. Толығырақ марапаттау рәсіміне қатысып қайтқан тілші сюжетінде. Әрбір өркениеттің өріне қадам бастаған мемлекеттің ең басты тірегі, оның идеясы мен саясатын алға жетелеуші мемлекеттік қызметші екені белгілі. Бүгінгі таңда мемлекеттік қызметшіге үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр. Осылайша ауыр жүкті абыроймен арқалап жүрген сала мамандары да ұлттық мерекеде еңбектері елеусіз қалмады. Оларды аудан әкімі аппаратының басшысы Омархан Ыбырай, Сарыағаш ауданының құрметті азаматы мәслихат төрағасы Смайыл Тасқоловтар марапаттады. Бүгін аудан халқын өз атынан және де әріптестерім аудандық мәслихат депутаттарының атынан 25 қазан республика күнімен құттықтаймын. Әрқайсыңызға, отбасыңызға амандық, жақсылық деймін. Еліміз өсіп, өркендеп, көркейе берсін. Бүгін ауданда үлкен іс-шаралар болып өтті. Аудан әкімі, мәслихат төрағасы осы ауданға, елімізге қызмет кеткен азаматтарды марапаттады. Оның ішінде облысқа сіңірген еңбегі, төсбелгілері, облыс әкімінің алғыс хаттары, аудан әкімінің алғыс хаттары, аудандық мәслихаттың төрағасының алғыс хаттары табысталды. Осындай марапаттар көп бола берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әзір кезде мынау дүниеде қиын жағдай, көптеген жағдай болып жатыр. Бірақ біздің Қазақстанымыз әзір осындай тыныш өмір сүріп жатқанымызға бәріміз алғыс айтқымыз келеді. Бірінші президентке, жоғарғы тұрған орган басшыларына осындай еліміздің тыныштығын сақтап отқандарына рахмет айтқымыз келеді. Осындай жеңісті күндеріміз көп бола берсін. Әрбір қазақстандық үшін атаулы датада марапатқа ие болған мемлекеттік қызметшілерде өз кезегінде баршаны мерейлі мерекемен құттықтап, басшылыққа риясыз рахметін жаудырды. Еліміз бұдан да аса биік шыңдардан көрініп, тек жақсылықтар, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Бұл күнді атап өтетін болсақ, 1990 жылы осы еліміздің декларациясы қабылданып, осы тәуелсіздігінің алғашқы іргетасы қабылданған. Сол мереке, осы мереке 25 қазан былтырдан бастап қайтадан өзінің мерекелік күніне оралып, мереке ретінде аталып өтіп отыр. Мереке бәрімізге құтты болсын. Осындай алғыс хатты бізге берген үшін осы біздің басшылыққа үлкен алғысымды білдіремін. Бұдан да әрі жақсы жұмыстар атқаруға бар күш-жігерімізді саламыз. Марапаттау рәсімінің соңы аудандық мәдениет үйінің өнерпаздарының шағын концерттік бағдарламасымен қорытындыланып, мемлекеттік қызметшілер оларға жылы ілтипатын білдіріп тарқасты. Халима Мақсатқызы, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәтел арнасының жаңалықтар қызметі.